Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге таразысыз жасалатын өте дәмді, жұп-жұмсақ, басылмайтын пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Осындай қарапайым рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған 3 жұмыртқаны алып саламыз. Пирог жақсы шығу үшін міндетті түрде барлық заттар жылы болуы тиіс, яғни бөлме температурасында болуы қажет. Осының үстіне қант салып, миксермен араластырамыз. Миксеріңіз болмаса, венчиктің көмегімен де қант ерігенше араластыруға болады. Қант толықтай ерігенше осылай етіп араластырамыз. Келесі кезекте дәл осы стаканның мөлшерімен 2 стакандай ұнды алдын ала елеуіштен өткізіп аламыз. Пирог көтеріліп пісу үшін ұнды міндетті түрде елеуіштен өткізу қажет. Осының үстіне 1 ас қасық, яғни 10 грамдай қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып араластырамыз. Келесі кезекте осы стакан мен жарты стакандай сұйық май қосамыз. Келесі кезекте толтырып 1 стакан айран қосып және де осының үстіне алдын ала елеуіштен өткен ұнды қосып тағы да араластырамыз. Ұнды шетінен аз-аздан сала отырып, төменнен жоғары қарай басып алмай осылай араластырамыз. Ұнды бірнеше салмай мен 4-5 рет бөліп аз-аздан салдым. Осындай жұп-жұмсақ өте нәзік қамыр дайын болады. Келесі кезекте пісіретін формаға осылай етіп фольга қағазын орап алдым. Немесе дәл осындай асты алынатын формаға да пісіруге болады. Пирогты біркелкі етіп жайып саламыз. 160 градуста пешті алдын ала қыздырып дайындап, осылай етіп форманы саламыз. 40-45 минут аралығында осылай етіп пісіп шықты. Егер де духовка қатты қызатын болса, 30-35 минут аралығында пісіп қояды. Достар, менің каналымда осындай көптеген рецептер шығады. Қарапайым, қолжетімді заттармен жасалады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.